Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Жер бетінде Илон Маск туралы естімеген адам жоқ шығар. Ол туралы басқа планетаның келімсектеріне дейін біледі деген әзілдер де аз емес. 2019 жылғы есеппен кәсіпкердің қаржылық жағдайы 19 миллиард долларға бағаланған екен. Ал енді заманауи өнертапқышпен жақынырақ танысайық. Илон Маск 1971 жылы Преторияда Оңтүстік Африка Республикасында дүниеге келген. Ата-аналары канадалық модель және оңтүстік африкалық электромеханик болды. Олар Илонның 10 жасында ажырасып кетеді. Масктың ағасы мен әпкесі болған. Ажырасқаннан кейін олар Африкада әкесімен бірге өмір сүре бастады. Масктың әкесі қатал адам болған делінеді. Мектептегі жағдайы да жақсы болды деуге келмейді. Сыныптастары Илонның тұйық мінезін мазақ ететін болған. Бірде сыныптастар оны қатты ұрып соғып, сынған мұрнын түзету үшін ауруханаға барған күндері де болған. Маск бұл жағдайдан кейін одан сайын жабыла бастады. Сол кезде жас баланы тек компьютер құтқарды десе болады. Ол қарапайым үй компьютерінде бағдарламалауды үйреніп, тіпті алғашқы $500 тапқан Blaster аркада ойын ойлап тапты. 17 жасында Илон Маск Канадаға келді. Ол алдымен Онтарио штатының Кингстон қаласындағы Квинс университетіне оқуға түсті. 2 жылдан кейін Пенсильвания университетіне ауысып, Уортон мектебінің физика және экономика бойынша бакалавр дәрежесін алды. Кейінірек Маск физиканың оның ой қалыптастыруына септігін тигізгенін айтты. Содан кейін ол Стэнфордтың докторлық бағдарламасына түсіп, оны бірнеше күннен кейін тастап, қала карталары мен анықтама кітабы деректерін біріктірген Zip2 стартапына назарын аударды. 2 жылдан кейін бұл стартап сатылымы $22 миллион әкелді. Илон өзінің кәсіпкерлік мансабының басында бірнеше мақсат қойды. Мысалға, интернет-банкингті жеңілдету мен адамдардың басқа планеталарда өмір сүру мүмкіндігін жүзеге асыру. Негізінде бәрі жоспар бойынша келе жатыр деуге болады. 99 жылы Илон Confinity банк жүйесіне бәсекеге түскен онлайн-банк X.com жасайды. 2000 жылы аталған банкингтер бірігіп электрондық аударымдарға мамандалған PayPal компаниясының негізі қаланды. Ал 2002 жылы eBay интернет аукционында компания сатылып, кәсіпкер $180 миллион ие болды. 2002 жылдың мамырында кәсіпкер зымыран тасығышын жасаушы және ғарыш жүйелерінің операторы болып табылатын SpaceX компаниясын құрады. Ал 2004 жылы Теслаға инвестиция салады. 2006 жылы алғашқы зымыранның ұшырылуы жарылыспен аяқталды. Бірақ соған қарамастан, Илон НАСАның ғарыш станциясына жүктерді жеткізу мен Falcon 9-ды әзірлеу туралы келісімшарт жасайды. 2007 жылғы зымыранның ұшырылуы да сәтсіз аяқталды. Ал 2008 жылы тіпті 4 НАСА жерсерігі істен шықты. Соған қарамастан сол жылдары алғашқы Tesla Roadster электромобильдері жасалып сатылымға шығарылды. Ал 2009 жылы Маск әлемге алғашқы Tesla Model S-ті ұсынды. Содан кейін SpaceX пен Tesla'ның ақшалары бір уақытта таусылды. Бірақ 4-ші зымыранның сәтті ұшырылуының арқасында кәсіпкер НАСА мен 12 рейске келісімшарт жасайды. Ал банкроттыққа бірнеше сағат қалғанда Tesla'да қаржыландыру алады. Бүгін Маск ғарышқа зымырандарды бірінен соң бірін ұшырып жатыр. Ал халық болса Марсқа көшуге дайындалып жүр. Сонымен қатар бұл идеяға ешкім сенбесе де, миллиардар электромобильдердің жолдарымызда пайда болуына үлкен септігін тигізді. Ал қазіргі таңда кәсіпкер сағатына 700 миль жүретін жер асты жүрдек пойызын салумен айналысуда. Темір адам фильмдер сериясының режиссері оның миллионер Тони Старктың бейнесі Масктың образына негізделгенін мойындады. Илонның өзі тіпті франшизаның 2-ші бөлімінде өзін сомдаған болатын. Ал фильмнің кейбір эпизодтары SpaceX штаб-пәтерінде түсірілді. Бүгінгі миллиардердің өмір жолы қаншалықты қиын болғанына қарамастан, ол сынақтар мен қиындықтарға төтеп беріп өз арманынан бас тартпады. Илон Масктың оқиғасы адамның ақыл-ойы мен мүмкіндіктері шексіз екенін дәлелдеп отыр. Ал менің бүгінге айтарым осы. Сіздер де өз армандарыңыздан бас тартпаңыздар. Келесі кездескенше.